Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомыз өрмекші жайлы болады. Имам Наблуси өрмекші жайлы былай деген: түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің айналаңызда алаяқтар мен өтірікшілер бар екендігіне ишара. Сізге бір зиян бермей тұрып, олардан құтылу керек екендігінің белгісі. Түсіңізде үлкен өрмекші көрсеңіз, кедейшілікке ұрынатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде кішкентай өрмекшілерді көрсеңіз, басыңыздағы қиыншылықтарды білдіреді. Егер сабыр сақтасаңыз, олардан сүрінбей өтесіз. Сондай-ақ кішкентай өрмекші сіздің жауыңыздың әлсіз екендігін білдіреді, бірақ та абай болған жөн. Түсіңізде өрмекшіні ұрып жатсаңыз, басыңыздағы қиыншылықтардан құтылатындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің тәубе жасайтындығыңызға ишара. Имам Жафар Садықтың түс жоруы бойынша, түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің ақиқат іздеп жүргендігіңізді білдіреді, бірақ сіздің әлсіз екендігіңізге ишара деген. Түсіңізде өзіңіздің өрмекшіге айналып кеткеніңізді көрсеңіз, өтіріктен бас тартып, жақсылыққа бет бұрғаныңызды білдіреді. Түсіңізде өрмекші аулап жүрсеңіз, жақсы адамдарға кезігетініңіздің белгісі. Түсіңізде өрмекшінің төбеден құлағанын көрсеңіз, қыстың суық болатындығына ишара. Түсіңізде шашыңыздың арасынан өрмекшіні көрсеңіз, уайымыңыздың белгісі. Түсіңізде шашыңыздың арасынан өрмекшіні көрсеңіз, сізді бір адамның бопсалап жүргендігіне ишара. Бойдақ қыз түсінде үйіне кірген өрмекшіні көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығына ишара. Егер сол кірген өрмекшіден қорықсаңыз, ер адамдардан және тұрмысқа шығудан қорқатындығыңыздың белгісі. Бойдақ адам түсінде өрмекші көрсе, бойында қулық, өзімшілдік сияқты жаман қасиеттер бар екендігін білдіреді. Тұрмыс құрмаған әйел түсінде өрмекші өлтіріп жатқанын көрсе, ол әйелдің бойында біреулерді ұрыстыру немесе арандату секілді жаман қасиет бар екендігіне ишара. Бойдақ адам түсінде өрмекшіні ұстап жүрсе, оған көреалмаушылықпен қараған адамдарды одан сайын қызғандыратынын белгісі. Тұрмыстағы әйел түсінде өрмекші көрсе, кез келген қиыншылықты оңай шешетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде улы өрмекшілерді көрсе, онда оның күйеуіне бір әйелдің жаманшылық ойлап жүргендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде өрмекші жеп жатқанын көрсе, ол әйелдің қу екендігіне ишара, бірақ сол қулығының арқасында кез келген қиыншылықты оңай шешетіндігін білдіреді. Түсіңізде өрмекшіні төсегіңіздің үстінен көрсеңіз, онда әйеліңіздің сізді тыңдамай өз білгенімен жүретіндігінің белгісі. Түсіңізде көп өрмекші жүргенін көрсеңіз, онда сіздің басыңыздан бір қиыншылықтың өтіп жатқанына ишара. Психологиялық тұрғыдан сізге ауыр тиіп жатқанының белгісі. Түсіңіздегі өрмекшіні көрсеңіз, әйеліңіздің сізді тыңдамай, сіздің ашуыңызға тиетін істерді істеп жүргендігіне ишара. Сондай-ақ түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің жауларыңыз бар екендігінің белгісі, бірақ сіз оларға қарсы тұра алатын күшіңіз бар екендігіне ишара. Түсіңізде көп өрмекшіні көрсеңіз, бұл сіздің жағдайыңыздың көп өзгеретіндігінің белгісі, өмір ағымыңыз тұрақсыз екендігіне ишара. Түсіңізде жұмыс орныңызда өрмекші көрсеңіз, бұл жұмыстың сізге жарамайтындығына ишара, және ол жұмыс сіз ойлағандай жақсы жұмыс емес екендігіне ишара. Ибн Шахиннің түс жоруы бойынша, түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіз танитын адамыңыз сізге бір зиян беретіндігіне ишара, сол үшін абай болуыңыз керек деген.